Баршаңызға қайырлы күн достар. Кешкі асқа керемет, ерекше және пайдалы тамақ жасағыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен тазаланған гречкамызға жылы суымызды құйып, бөлек алып қоямыз. Ендігі кезек етті жұқалап, ұзынша етіп турап аламыз. Сиыр етінің орнына тауық етінен немесе фарштан да пайдалануға болады. Жақсылап ұзынша ет турап алған соң, пиязды да төртбұрышты етіп тураймыз. Гречка өте тойымды тамақ болғаны үшін, оған картошка, сәбіз қоспадым. Егер сіз қаласаңыз, қоссаңыз болады. Кейінгі кезек помидорды да дәл солай төртбұрыштап турап аламыз. Гречканы ұнатпайтын жандарға гречканың орнына күріштен пайдалансақ болады. Помидордың ізінен осындай қызыл бұрыштан пайдаланамыз. Дәмі ерекше болады. Және жаңағы суда тұрған гречкамызды жақсылап суын алып және жуып аламыз. Сөйтіп туралған заттарымыздың үстіне қосып, дәміне қарай тұз, бұрышын қосамыз. Ет майсыз болған үшін аз ғана сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл тамаққа ерекше дәм беретін заттардың бірі бұл аскөк. Туралған аскөгімізден өз қалауымызша қосамыз және онда жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, кеселерімізді алып, теңдей етіп бөліп салып шығамыз. Кеседегі тамақтың ортасын ашып, жұмыртқа салсақ болады. Егер сіз жұмыртқаны ұнатпайтын болсаңыз, салмасаңыз да дәмді болады. Бұл жерде мен үлкен кеселерге салып қойған соң, мантығызаның есіне симай қалды. Сосын тағы кішкентай кеселерге ауыстырдым. Сіздер де осылай қателік жасамаңыздар деп ескерту жасап жатырмын. Келесі кезек листімізді мантығазанға салып, қақпағын жауамыз. Газдың астын жағып, 30 минут davamında пісіріп аламыз. Міне, тамағымыз дайын болды. Дәмі деген керемет, өте ерекше және пайдалы тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео пайдалы болған болса, лайк басып және комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырыңыз.